Нөмірі 22-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі. Бұл жердегі жігіттердің әрқайсысының өзіндік мінез құлқы, әрқайсысында түйіні шешілмеген мәселелері жетерлік. Алайда бұл олардың кез келген жағдайда қиындықтан бірлесіп, жол табуына еш кедергі болған емес. Олар жұмыс барысында бір-біріне осы қызметтің қызық жақтары жайлы айтып, сондай-ақ өрт шлангілерін ажырату ережелерімен таныстырып, жұмыс барысындағы өрт сөндіру көлігінің маңыздылығымен бөліседі. Сфера телеарнасының тілшілері өрт сөндірушілермен бірге бір жұмыс күнін өткізіп, олардың жұмыс барысымен танысып қайтты. Қаламыздағы нөмірі 22-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімін білмейтіндер кем деген. Тұрғындар бұл ғимаратты сыртынан өрт деп те атайтын кездері болады. Теміртау қаласы бойынша барлығы 4 өрт сөндіру бөлімшесі бар. Олардың екеуі қала аумағына жауапты болса, екеуі ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Структура департамента по ЧС Карагандинской области состоит из нескольких подразделений. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаменті бірнеше құрылымнан тұрады. Олардың ішінде тек құтқарушылар емес, өрт сөндірушілер бригадасы бар. Теміртау қаласы бойынша өрт сөндіретін мамандандырылған 2 бригада жұмыс жасайды және қосымша 2-і бар. Алайда олар ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Күн сайын өрт сөндірушілер үшін жұмыс таңғы сағат 8:30-да басталады. Олар бірінші кезекте басшылықтың тексеруінен өтіп, төтенше жағдайға дайын екендіктерін мәлімдейді. Господин старший лейтенант, караул на развод построен. Здравствуйте, господа пожарные. Здравствуйте, господин старший лейтенант. Вольно. Вольно. Бір күндік кезекшілікті бұл жерде лотерея ұтысына балауға болады. Себебі өрт сөндіруші кей кезде тұтас күн еңбек қауіпсіздігі бойынша дәріс тыңдап, басқа уақытта жаттығу жұмыстарымен айналысып кетуі, немесе бір өрттен екіншісіне шай ішуге мұршасы болмай жүгіруі әбден мүмкін. Деятельность спасательных подразделений, она регламентируется распорядком дня, во-первых. Құтқарушыларға жұмыс күні басталмас бұрын бір күндік атқаратын жұмыстары жайлы тапсырма беріледі. Оны басшылық өзара келісіп жасайды. Қызметкерлерде жұмыс күні таңғы сағат 8:30-да әскери жиыннан басталады. Онда түнгі кезекшілікте болғандар әріптестеріне жұмысты тапсырады. Ол жерде тек атқарылған жұмыстың есебінен бөлек барлық техника құралдары да кезекті тәулікте жұмыс атқаратындарға тапсырылады. Өрт сөндіруші мамандығын таңдап, осы салада қызмет етіп келе жатқандардың бірі Ақберген Хайрулла. Ол өрт сөндіруші мамандығын отан алдындағы борышын өтеп келгеннен кейін таңдаған екен. Бүгінде бұл салада қызмет еткеніне 2 жылға жуық уақыт болыпты. Пришел сюда после армии, решил стать пожарным. Бұл жерге әскерден келгеннен кейін орналастым. Әрине, ер жігіт болғаннан кейін ең алдымен қызықтырғаны жұмыс киімдері, иықтарындағы белгілері болды. Кейіннен жұмыс барысында мамандығыма қызығушылығым одан сайын артты. Менің әр күнім қауіп-қатерге толы болса да, бұл мамандықты жақсы көремін. Мамандығым мақтанышым. Ақберген өзінің мамандығын бір кісідей жақсы білетіндердің бірі. Ол құтқарушылардың кәсіби мерекесінің өзі үшін маңызы зор екенін және осы айтулы күнді барлық адамзат баласы бірге батап өтсе дейді. Наш профессиональный праздник, считаю его также благородным. Біздің кәсіби мерекеміздің маңызы зор. Оны жыл сайын асыға күтеміз. Өйткені бұл күні барлық адамзат баласы біздің еңбегімізді сәлде болсын бағалап, өз алғыстарын білдіріп жатады. Егер белгілі бір жерде өрт шыққан жағдайда ең бірінші қоңырау дыбылы осы мекемеге түседі. Арнайы тұтқада отырған кезекші диспетчер оқиға болған орынды анықтап, жақын маңдағы өрт сөндіру көлігін жіберуге тырысады. Лаулаған оттың көп аймақта шарпығаны анықталса, бір ғана көлік жетіп барады. Себебі тонналап су тиеген бір көліктің күші жалынның бетін қайтаруға қауқарлы. Здравствуйте. Да, в тебе кто говорите? Адрес какой? Металлургов 34? Квартира какая? На каком этаже находится? Что горит? Угроза есть людям? Подъезд какой? Фамилия? Номер телефона? Все хорошо, выехали.
Дабыл қоңырауы түскен жерге бірінші болып жеткен өрт сөндірушілер ең бірінші арнайы құбыршекті жақын маңдағы су ағатын құбырларға, болмаса көліктің су сақтайтын бөлігіне қосады. Қызыл жалынның беті қашан қайтатыны ешкім білмейді. Кейбір лаулаған отпен арпалыс бірталай күнге созылады. Осы уақытта шарпыған оттың арасында қалып қойған жандарды құтқару үшін өрт сөндірушілер лаулаған жалынның ортасына кіруге тура келеді. Құтқарушылар күнделікті жаттығулар жасап, практикалық сабақтарды тыңдап, құдды бір оқушылар сияқты жаңа дүниелерді үйренумен уақыт өткізеді. Қазіргі таңда қоғамда қалыптасқан өрт сөндірушілер бос уақытын тамақ жеп, ұйықтаумен өткізеді деген пікір мүлдем дұрыс емес. В течение дня проводится обучение личного состава, как теоретическая подготовка, практическая подготовка. Бір күнде олар өрт болмаған жағдайда теориялық негізде білім алады, жаттығулар жасайды. Біздің жұмысымызды түсінбейтіндердің арасында күнде өрт бола бермейді. Олар бос уақытында ұйықтайды. Өрт кезінде өзгенің дүние мүлкін жымқырады. Оқиға орнына үнемі су толтырылмаған көлікпен барады деген әңгіме көп. Шын мәнінде біздің жұмысымыз үздіксіз жаттығудан тұрады. Бір сәтке де босаң суымызға бел шешіп демалуымызға хақымыз жоқ. Олай болғанда емес болмайды да. Жоғары қысыммен үзіліссіз ағылған су небәрі 8-10 минутқа ғана жеткілікті. Онан әрі көлікке тағы су толтыруға мәжбүрміз. Осының бәрін басқа жұрт ескерсе дейміз. Тілсіз жауды құрықтауға сақадай сай өрт сөндірушілердің бірі Айбек Барякин. Ол өз мамандығын мақтаныш тұтады. Уже работаю 3-й год здесь, как после армии. Менің осы салада жұмыс істегеніме 3 жылға жуықтап қалды. Бұл қызметке мен әскери борышымды өтеп келгеннен кейін келдім. Еш өкінбеймін. Жұмыстың жаманы жоқ. Оның ішінде біздің жұмыс ең жауаптысы. Адамдардың өмірін ажалдан арашалап қалу, өз өмірін қауіпке тігу екенін бірінің қолынан келсе, бірінің қолынан келе бермейді. Осы салада бірге қызмет етіп келе жатқан барлық әріптестерімді мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Өрт сөндірушілер киетін жабдықтың салмағы 18 килограмм. Жалпы ереже бойынша өрт сөндірушілер бұйрық түскеннен кейін 30 секундтың ішінде толық құраммен дайын болулары қажет. Ал мұндай шеберлікке тынымсыз жаттығулар ғана жеткізеді. Шақырту болмаған жағдайда өрт сөндіру бөлімі жаттығулар жасап, теориялық әдістер алып, оқу жаттығу жиындарына барады. Бір сөзбен айтқанда, өрт жоқ болса, жұмыс жоқ деген түсініктен ада. 24 сағат бойы қала қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан тіршілік. Өрт болып жатқан ғимаратқа кірген құтқарушы жалғыз шықпас анық. Мұндай жағдайға да ысылсын деген мақсатпен кедергілерден өткен кезде олар өздерімен адамға ұқсатып жасалған мүсінді көтеріп жүреді. Жансыз дегені болмаса, бұл адам іспеттес мүсіннің салмағы 70 келі. Выполнению норматива приступить. Готов. 1995 жылы Қазақстан Республикасы президенттің жарлығымен Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеті құрылған болатын. Осының негізінде 19 қазан құтқарушылар күні болып белгіленді. Құтқарушылар азаматтық қорғанысының негізгі міндеттерін, құрылуы мен жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық қағидаттарын, мемлекеттік материалдық резерв қалыптастыруды, сақтауды және пайдалануды, апатты құтқару қызметтері мен құрылымдарының ұйымдастырылуы мен қызметін айқындайды. Құтқарушыларға физикалық жағынан мықты әрі кәсіби маман болу жеткіліксіз. Өйткені олардың тынымсыз қызметінде апат, зілзала, өрттен бөлек түрлі жағдайларда зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсетуге де тура келеді. Оған үлкен жүрек, машық, білім мен білік және тәжірибе керек. Одеваем. Получается, мы проверяем наличие избыточного давления под массами в пространстве. Герметичность системы высокого и среднего давления.
Проверяем плотность прилегания. Нигде, если не выпускает, значит герметичность маски. Проверяем дополнительную подачу воздуха. Отсоединяем легочный автомат. Снимаем маску. Олар таңдаған мамандық қиыншылықтарымен күнделікті бетпе-бет келіп, оқыс оқиғалардың алдын алу мен болдырмауды мақсат етеді. Осы қызығы мен шыжығы жоқ көп салада еңбек ететіндерге Теміртау қалалық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы Арман Алпысбаев сәттілік тіледі. Поздравляю всех коллег с Днем спасателя. Барлық әріптестерімді құтқарушылардың кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Айтулы күн барлық құтқарушылардың басын біріктіретін жалғыз күн. Біздің барлығымыздың атқаратын міндетіміз біреу. Ол адамдардың өмірін ажалдан арашалау. Әрине, тыныш күн деген бізде болмайтын анық. Бірақ сол әр істе орын алған төтенше жағдайда барлығы адам шығынынсыз аяқталсын деп тілеймін. Иә, өрт сөндірушінің жұмысы оңай емес. Лауазымдарының өрт сөндіруші, құтқарушы болып өзгеруі де тегін емес. Олардың жұмысы ерлікпен пара-пар. Өз өмірін қауіп-қатерге тіге жүріп, өзгенің өмірін арашалап қалатын жандар қызыл жалын тұтанған сайын ерлік жасайды. Өрт сөндіруші сөзі абырой, батырлық, өжеттілік сөздерімен қатар естіледі. Өрт сөндірушілердің арасында жеңдерің құрғақ болсын деген әдемі тілек бар. Бұл өрт болмасын деген мағынаны білдіреді. Лайым солай болсын. Отпен арпалысқан оғландардың әр күні осылай. Сізда өрт шықса, жылдам 101-ге қоңырау шалыңыз. Сайдың тасындай сайыпқыран өрт сөндірушілер әрқашан көмек көрсетуге әзір.